Қайырлы күн баршаңызға. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен немецкий пирог штрезельмен осындай шие қосылған жұмсақ ең оңай пирогтардың бірін жасайтын боламыз. Дәмін бір көрсеңіз, қайта жасай беретін боласыз. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Алдағы видеоларымды алғашқылардың бірі болып көре аласыз. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды, тұзды және қантты салып, жақсылап көтерілгенше, осындай әппақ болып көтерілгенше миксерлеп алатын боламыз. Міне осылай әппақ болып миксерлеп алдық. Міне осылай миксерлеп аламыз. Осындай қоймалжың болып шығады. Және оған сүтімізді, майымызды қосып, және разрыхитель ұнды да қосып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Енді бұл жерде миксерді пайдаланбай, венчик или лопатканың көмегімен жақсылап барлығын араластырып алатын боламыз. Міне осылай венчикпен жақсылап араластырып алдым. Асықпай бір қалыппен араластырып аламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай өте оңай, өте жеңіл. Міне осындай қоймалжың массамыз дайын болды. Енді бетіндегі штрезелін дайындайтын боламыз. Жұмсақ бөлме температурасындағы еріп тұрған сары майымызға қант және ұнды қосып, осылай қолымызбен ұнтақтап, осылай дайындап аламыз. Міне осындай штрезеліміз дайын болады. Енді ыдысымызды майлап, жақсылап ыдысымызды майлап аламыз. Қызып тұрған пешімізге салатын боламыз. Міне массамызды құйып алдық. Барлығын бір тегістеп, осылай реттеп аламыз. Шет-шетіне кішкене бортик жасай отырып, кішкене шет-шетіне жабыстырамыз. Сонда пирогымыз бір қалыпты болып көтеріліп шығатын болады. Әрлеу әркімнің өз қалауы бойынша осындай жеміс жидектермен әрлеп алуларыңызға болады. Шиемен осылай әрлеп алдым. Және бетіне дайындап қойған штрезелімізді сеуіп шықтым. Алдын ала қызып тұрған пешімізде 180 градуста 35-40 минутта пісіп шығатын болады. Міне суытып алып, кейін ыдысымыздан ажыратып аламыз. Міне сондай ерекше және дәмді пирогтардың бірі. Жасалуы өте оңай. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Жасап көріңіздер. Қажетті тізімді описание бөліміне қалдырамын. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Міне сондай жұмсақ, нәзік, ерекше пирогтардың бірі және өте әдемі, биік болып көтеріледі. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Және де лайк басып, видеоларым ұнап жатса комментарий қалдыруды да ұмытпаңыздар. Бұл мен үшін өте маңызды. Әрбіріңіздің пікірлеріңіз маңызды. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Сандуғаш Әбдіқұлқызы.